Kızdım bunu. Kızın reyinişe kettim aysen özünüz sıranız jet. Kettim. Ketken жоқ çıktı. Кетіреді ғой енді. Кеткен жоқ па? Кетті işte. Кішкене пацанмен айтып тұр ғой, әлі жеткіліксіз деген сияқты. Кетіреді ғой деп. Кетіресің. Просто бір нәрсе қаным ашып жатыр да. Таң атқа сонша жабылғандарын айтамын. Мына қатысушылар прям Жұмабек орнынан тұрып деген сияқты. Бәлем барлығы сол пятница күні басталып тойда кейін шықтық, бәріміз ойнап күлдік. Ертесіне тойға келмегенін білеміз. Не істегенін ертесіне өзінің қазір жігіттік несін енді неғып тұр ғой, әзілге айналдырып тұр ғой. Мен сағындың ба, қалайсың деген сияқты. Оны сөз өтпейді қыз балаға. Қасына бар, құшақта, жақсы көрдің ба деген сияқты. Сонда бір жылы-жылы сөздермен аржанның жүрегін баулау керексің. Келдің, бізбен просто ұсып кеттің пікірталасып. Мен соны айтқым келіп Нұргүлсан тірлігін өте нашар болды айтқым келеді. Санажан. Ассалаумағалейкум. Құдай, келіп алдыңыз ба? Келіп алдық. Не болып жатыр енді сіздер? Енді сөйлестік. Вроде бір-бірімізді түсіндік. Іштегі айтылмаған заттар, жасырған заттар, шықпаған заттар барлығын сөйлестік. Кімде қандай ренжіс бар, не болғанын сөйлестік. Толығырақ ортада айтамыз бар. Kızdım bunu. Kızın reyiniş kettim. Оны өзінен сұрау керек. Так, сонымен қанша дедіңіз? 2 миллионнан жоғары. 2 миллионнан жоғарыға өзіңіздің қалыңмаңызды бағалайсыз да? Ол справедливо деп ойлайсыз ба? Негізі көп жігіттер мысалы 1 миллионнан артық бергісі келмейді. О, айналайындар, беріңдер. Беріңдер, қыздың алып беріңдер, айналайындар. Қыз деген жасауына қанша миллион кететінін білесіңдер ма? Неге Нұрғисаға гарантия жоқ деп айтып жатсың? Неге айтып жатырмын? Потому что мен көзбен көрген нәрсені оймен талқылап айтып жатырмын. Неге? Потому что как будто мына жерде бір Таңат кінәлі оққан. Мен Таңатқа жаным жейді, потому что Таңат шындықты всегда айтады. Көргенді болғанды болды, болмаған сияқты. Қазір қатысушылардың бәрі ыржыңдап, күліп, оны әзілге айналдырып, я көріп тұрмыз, өте ауқымды, өте керемет бір отношение басталып жатқанын көріп тұрмыз. Әр нәрсенің өз эмоциональный качелясы болады. Мен Сестрамның қыз жасауына көмектескен ғой. Барахолкеге, базарына, басқасына баруға өте қырғын ақша кетті. Сондықтан да беріңдер аямай. Өздеріңе қайтып келеді ғой жасау. По-любому өздеріңізге қайтып келетін ақша дұрыс айтады әдетте. Ана сүті, әке ақысы, көрші ақысы, тәңір ақысы бәрі берді. Түсіндіңдер ма вообще это?